Сәлем қыздар, үйде іріп осылай қоюланып тұрып қалған сүт болса, оны ысырап қылып төкпей, бестің шайына сол қою сүттен жұп-жұмсақ зебра мен осындай жұп-жұмсақ хорстар дайындап тастаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ендеше тәттілеріміз дайындап бастайық. Бірінші зебраны дайындаймыз. 3 жұмыртқаға қант қосып жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы қою сүтке, бұл сүттің орнына айран қолдансаңыз болады. Жарты шай қасық ас содасын салып жақсылап араластырып, жаңағы жұмыртқалардың үстіне құямыз. Оның үстінен сұйық май құйып жақсылап араластырамыз, және соңында ұн салып осылай қою масса шығарамыз. Енді осы массамызды екіге бөліп, бір бөлігіне какао ұнтағын қосып араластырамыз да, арнайы формаға бірінің үстінен бірін құйып, үстінен тұщыққыштың көмегімен өрнек салып 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Тасы піскен, піспеген тұщыққышпен анықтап көрсеңіздер болады. Енді жұмсақ хорстар дайындаймыз. Жаңағы қою сүтімізге жарты шай қасық ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Үстінен бір жұмыртқа қосып тағы да жақсылап араластырып, қант, шым-шым тұз қосып, тағы да барлығын араластырып, соңында ұн қосамыз. Бізде осындай сәл жұмсақтау қамыр пайда болу керек. Қамырымызды 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін алып шығып, азғантай ұн сеуіп, не қалың емес, не жұқа емес етіп жайып, осылай өрнектеп кессеңіз де болады. Енді хорстарымызға пішін беріп, қызып тұрған майда екі жағын аударып отырып, осылай қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің жұмсақ хорстымыз да, зебрамыз да дайын ас болсын.